Енді мынандай жағаны пішіп көреміз. Мына жері 16 сантиметр, мойнымыздың айналасы 8. Домалақтап қосамыз. Бұлай 12 сантиметр, бұлай 20 сантиметр, 12-ні 20-ға қосамыз. Енді мынаның ортасынан бұлай жұмырлап, мынадан да 1 сантиметр жұмырлап алып, осыны кесіп аламыз. Осындай әдемі жаға шығады. Біз осы жағаны астарын пішеміз. Астарын пішу үшін кез келген осындай қағазды алып, тура мына жерлерін туралап қойып, қырқып шығасыздар. Міне тура осымен бірдей қып. Айнып кетпеу керек. Тура шығу үшін мінекей қазір көрсетемін. Мінекей 4 сантиметрден бұлай да кесіп аламыз. Міне бұл астары біздің жағаның астыңғы бөлігі. Енді біз мынаны алып, осы жерге қойып, бұлай мына жерден 5 миллиметрден біз бітіп, сызып алып, осылай тігіп шығасыздар. Тігіп шыққан кезде қыздар мына жерден қырқып, кішкентай насечка беру керек. Тіккен жеріңізге не қамайтындай. Мені осылай пішіп тігесіздер бұл жағаны. Міне мынандай жаға пішіп көреміз. Қазір 16, бұлай 8 жұмырлап аламыз. Ашықтығын біз 17 сантиметр аламыз өз қалауымыз банан. Енді қазір кесіп көреміз. Бұлай қарай, енді ашып, мына бұрышқа шейін кесіп тіге қырқып тастаймыз. Міне осындай жаға шығады. Енді мына жағаны үйренеміз. Ол үшін 16, бұлай 8, мына жағын 20 сантиметр қылып өлшеп, осылай жұмыр қып сызып аласыздар да, осы бойымен қырқып шығамыз. Қырқып алып, мінекей енді осыған астар пішіп аламыз. Астарына дублерін жапсырып, үтіктеп аласыз. Мына жағаны көрсетемін. Бұл жағаны істеу үшін 16, бұлай 8 сантиметр. Ашықтығын біз 20 сантиметрде алып, осылай сызып аламыз. Мінекей енді бұны қырқып шығамыз. Осылай көрсеңіз әдемі жаға шықты. Бұған астар пішіп аламыз да, осылай 4-5 сантиметрден. Мынандай жағаны пішу үшін бұл да өте оңай. 16 сантиметр жоғарыдан 20 сантиметр ашықтығына өзіңізге байланысты 3-ге бөлеміз. Осылай жұмырлап алып қырқамыз бұны. Мінекей осылай қырқып аламыз. Әркім өзіне лайықтап домалатады. Бұның астарын пішеміз. Астары бұның 4 сантиметрден осылай жан-жанын бетіп қырқып, мына бұрыштарды кесіп отырасыздар. Енді мынандай жағаны көреміз. Ол үшін 16 сантиметр 8 домалақтап алып 4 бұрыш сызамыз. Ашықтығы өздеріңізге байланысты 17 сантиметр. Мына жерден 3-ті қосып, жұмырлай саламыз. Міне кесіп көрсетемін. Міне осындай жаға. Астарын осылай қырқамыз. Мына жағаның 16 сантиметр 8 қосамыз. Ашықтығы 17 сантиметр алдым, бұрыш 17 сантиметр, мына бұрыштан 3 домалатып қосамыз. Енді осылай қырқап тастаймыз.